Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу. Бұл бізде 14-ші параграф 193-ші беттегі сабақ. Бізде бір есепті қарастырайық. Алмастыру тәсілін осы есепті шешуде қолданамыз. Сонда қараймыз, екі теңдеудің кішкене жеңілдеу теңдеу маған бірінші теңдеу болып тұр. Себебі x пен y-тің алдындағы коэффициенттер ол бірлерге тең болып тұр. Онда осыда мен x-ті y арқылы өрнектеп алайын. X тең. Ол үшін x-ті табу үшін не істейміз? 2 мен y-ті екеуінде теңдеудің оң жағына көшіреміз, таңбаларын ауыстырып. Сонда y плюс 2 болып барады. Минустар таңбалар ауысып барады. Міне сонда x-іміз y плюс 2-ге тең екен. Бұл бірінші теңдеуден тауып алдық. Соны әкеп екінші теңдеудегі x-ің орнына қоямыз. X-іміз y қосу 2 қой, әкеп орнына қоямыз. Сонда 2 көбейту x қой, x-ің орнына әкеп y плюс 2-ні қоямыз. Қойдым. Қалғанын өз бойынша жазамыз. 3y қосу 1 тең 0. Енді жақша болса, жақшаны ашу керек бізге. Көбейту арқылы. Сонда 2y қосу 4, азайту 3y қосу 1 тең 0. Енді айнымалыларды біріктіреміз, y-ге барлады. Сонда минус y қалады. 4-ге 1-ді қоссақ 5 тең 0. Минус y тең минус 5, y тең 5 болды. Бір айнымалын тауып алдық, бірақ бізде теңдеулер жүйесінде екі айнымалы бар. Y-іміз 5 болды, енді x-іміз табу керек. Ол үшін жаңағы өрнектеп алған x-тің орнына апарып, 5-ті y-тің орнына қойып табуға болады. Өйткені y-іміз 5 болды. Соны орнына қоямыз. X тең 5 қосу 2. Онда x-іміз тең болып тұр 7-ге. Сонда осы теңдеулер жүйесінің шешімі жауаппен жазайық. Жауабы x бірінші жазылады 7, y-іміз 5 болып тұр. Міне. X-іміз 7 болғанда, y-іміз 5 деп есептің шешімін осылай қоямыз. Бұл жердегі қолданғанымыз бізде алмастыру тәсілі. Кімді кіммен алмастырдық? Ол жерде бірінші теңдеуден x-ті тауып алдық та, сол тауып алған мәнді апарып, екінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қойдық. Сол кезде бір ғана белгісі бар теңдеуге айналды да, әрі теңдеуді шешіп, бір айнымалын тауып алдық. Әкеп бағанағы өрнектеп алған x-іміздің орнына қойып, екінші белгісіз тауып алдық, сөйтіп екі айнымалын шешімін қойдық. Сонда алмастырдық x-ті y плюс 2-мен деген сөз. Мына жерге әкеп қойдық соны. Теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің әрбіреуі жай бөлшектермен берілген. Бұндай есептер кездескенде біз не құрдым? Жай бөлшектің бөлімінен құтылып, қарапайым теңдеуге келтіріп алғанымыз жөн. Сонымен осы жерде осы 2 мен 3-тен қалай құтыламыз? Онда 2 мен 3-тің ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. Ол бізде немене? 6, яғни теңдеудің екі жағында біз 6-ға көбейтіп жібереміз. Ал мұнда 4 пен 5 болғандықтан біз теңдеудің екі жағында 20-ға көбейтеміз. Ортақ бөлімі ғой 20 мен 6. Сол бойынша біз басқаша теңдеу шығарамыз осы жерде. Сонда 6-ға көбейтсек 2-ні 3 қалады. Сонда мына жерде 3 болады. Сонда 3 x. Мынау 6-ға көбейтілгенде 2 қалады. Азайту 2y. Мынауда 6-ға көбейтіледі 1. Сонда азайту 6. 0-ді 6-ға көбейтсе 0. Міне бірінші теңдеу қарапайым түрге келді. Екіншісінде солай келтіреміз. Немесе ол деген сөз былай ғой, көбейту деген сөз, ортақ бөлім бердім деген сөз. Мынаған 4-ті береміз, мынаған 5-ті береміз, мынаған 20-ны береміз деген сөз. Сонда бөлімі жазылмайды дегенмен бірдей. Яғни екіншісін дәл солай істеп көрейік. Сонда 4x болады. Немесе 20 мен 5 қысқарып кетіп 4 қалады деген сөз. 4 пен 20 қысқарып 5 қалады деген сөз. Есе керек қосу 20 тең 0. Міне бағанағы берілгеніне қарағанда анағұрлым жеңіл теңдеулер жүйесі шықты. Енді осыны ары қарай жаңағы айнымалы алмастыру тәсілімен шешіп көрейік. Екі теңдеуге қарасақ та бізге бір жеңіл теңдеу тұрған жоқ. Сондықтан кез келген біреуін шешіп көре берейік. Біріншісінен тағы да x-ті тауып алсайын. Онда 3x тең 6 қосу 2y болады екен. X тең, енді 3-ке бөліп жібереміз. 6-ны 3-ке бөлсек 2 болады. Қосу 3-тен 2y болады екен. Міне. Біз алмастырдық x-ті 2 қосу 3-тен 2y бен. Соны апарып екінші теңдеудегі x-тің орнына қояды екенбіз. Сонда 4 көбейту 2 қосу 3-тен 2y азайту 5y
қосу 20 деп қалғанның өзін жазамыз. Ары қарай жақшаны ашамыз. Мына жерде Y. Сонда жақшаны ашсақ, тағы да көбейту амалы орындалады. Сосын көбейтеміз. 8 болады. Қосу 4 қысқармағандықтан үстіне көбейтеді. 3-тен 8. Y азайту 5Y қосу 20 тең 0. Енді Y барларды біріктіреміз. Қосуға келсе қосамыз. Қалған сандарды жазамыз. Мұнда 5 ортақ бөлім бер жерейін. Мұнда 3-ті берем. Сонда ол 3-тен 15 болады. 3-тен 15-тен 8 азайсақ 3-тен 7 қалады. Сонымен теңдеуіміз мынандай түрге келеді. Үлкені 3-тен 15 минус 3-тен 7. Y. Енді сандар. 20 қосу 8 ол 28. Қосу 28 тең 0. Минус 3-тен 7 Y тең минус 28. Арғарай өткіздім 28-ді оң жаққа. Арғарай Y тау үшін Y-тен 2 минус кетіп қалады. Енді жазудың керек жоқ. 28-ді көбейтем. 7-ден 3-ке бөлу деген сөз керісіне көбейту ғой. Содан кейін қысқартамыз. Мұнда 1, мұнда 4 қалады. Сонда Y тең болады. 4-ке 3-ті көбейтсек 12 екен. Міне. Y-ті тауып алдым. Ол 12 болды. Міне. Енді апарып X-тің орнына қоямыз. Екінші белгісіз табушы мына жерде. Сонда X тең болады. 2 қосу 3-тен 2 көбейту 12. Тең, осы жерде 3 пен 12 қысқарып, орында 4 қалады. Сонда X тең болады. 8, оған 2-ні қоссақ 10. Сөйтіп, екі белгісізде тауып алдық. Онда шешімді жазамыз. Жауабы осы теңдеулер жүйесінің шешімі X 10, Y 12. Міне. Біз X-ті таптық, мына жерде Y-ті таптық. Осылай алмастыру тәсілін қолданамыз. Не істедік бұл есепте? Алдымен бөлімдерінен құтылдық. Ортақ бөлімге келтіру арқылы қарапайым теңдеулер жүйесін алып алдық. Одан кейін барып біріншісінен мен X-ті тауып алдым. Соны апарып екінші теңдеудегі X-тің орнына алмастырдым. Сосын Y-ге бар теңдеу шықты. Сол Y-ге бар теңдеуден біз Y-ті тауып алдық. 12. Соны әкеп әуелге X-ке қатысты теңдеуге әкеп орнына қойып X тауып алдық. Сонда шешім шықты.